Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үйіңізді әдемілігімен ғана сәндеп қоймай, ауаны өте жақсы тазалайтын гүлдің күтімімен бөлісетін боламын. Оны ауа тазалағыш деп атасақ та болады. Ол үйдегі газ плитадан пайда болған буды және үйдегі шаң-тозаң ауаны жақсы тазалайды. Бұл ауа тазалағыш гүлдің аты Бенджамин фикус деп аталады. Осы гүлдің күтімі туралы маған көптеген сұрақтар келді. Осы сұрақтарға жауап ретінде осы видеоны түсіруді жөн көрдім. Сіз бұл видеода Бенджамин фикус гүлінің жапырақтары не үшін түседі, оны қалай суару керек, қандай тыңайтқыш, қандай топырақ таңдау керек, топырақ құнарлы болу үшін не қосу керек, оны қалай көбейтеміз және жаңа қауашаққа қалай отырғызу керек, жарықтың түсуі және ауа ылғалдылығы және жақсы форма сақтап отыру үшін оны қалай кесіп отыру керек деген сияқты көптеген сұрақтарыңызға жауап ала аласыз. Ал енді сөзді көбейтпей бірден іске көшейік. Әдеттегіше мен ең бірінші жарық туралы айтамын. Өйткені барлық гүлдерге жарықтың түсуі өте маңызды. Бенджамин фикус гүлінің екі түрі болады. Біреуі жапырақтары ақшыл ала және екіншісі жапырақтары бірыңғай жасыл. Жапырақтары ақшыл ала түрі жарықты жақсы көреді. Бұл түріне жарық дұрыс түспесе, онда ол жапырақтарының ақшылдығын жоғалтады. Егер сізде осындай жағдай болса, онда гүліңізді жарық жерге қойыңыз. Сол кездегі гүліңіздің енді шығатын жапырақтары ақшыл ала болып шығады. Үйдің солтүстік батыс және оңтүстік шығыс терезелері Бенджамин фикус гүлі үшін идеалды орын болып есептелінеді. Оңтүстік терезенің алдына мүлдем қоймаңыз. Бұл жерде гүліңіздің жапырақтары күйіп қалуы мүмкін. Басқа қоятын жер болмаса, терезенің қасына жарық түсетін жерге қойса болады. Бұл гүлге күз және қыс айларында жарық азайған уақытта қосымша жарық қою керек. Яғни диодты лампалар жағып қою керек. Диодты лампочканың екі түрі болады. Холодный белый цвет және теплый белый цвет деген. Соның 650 ваттық холодный белый цветін таңдайсыз. Ал жапырақтары бірыңғай жасыл түрі жарықты онша ұнатпайды. Оны үйдің солтүстік терезесіне қойса болады. Ал енді ауа температурасы жайлы айтатын болсақ, Бенджамин фикус үшін жазғы күндері плюс 22-25 градуста өзін жақсы сезінеді. Ал қысқы уақытта плюс 16 градустан төмен болмау керек. Жылу маусымы кезінде батарейканың ыстық құрғақ ауасынан қорғап терезенің алдынан түсіріп, батарейкадан алшық жерге қойса болады. Немесе батарейкаға ылғалды шүберек жауып қойса жақсы болады. Егер бұған назар аудармасақ, гүліңіздің жапырақтарына түскеніне куә боласыз. Сонымен қатар ыстық құрғақ ауамен қатар суық сквозняктар да фикус гүлінің жапырақтарын түсуіне әкеледі. Сол үшін қыстыгүні бөлмеңізді желдеткіңіз келіп, терезені ашатын болсаңыз, онда бірінші гүліңізді терезенің алдынан алып, үйіңізді желдетіп болғасын қайта қойсаңыз болады. Сонымен қатар, Бенджамин фикус гүлі туралы айта кететін бір маңызды жайт, Бенджамин фикус гүлі бір орыннан екінші орынға ауыстырғанда ұнатпайды. Орнын жиі ауыстырсаңыз, жапырақтарын түсуімен белгі береді. Бұның да алдын алуға болады. Бенджамин фикус гүліңізді кішкентай кезінен орын ауыстырып үйретіңіз. Сосын үлкейгенде орын ауыстырғанда жапырақтары түспейтін болады. Енді Бенджамин фикус гүлін қалай суару керек және ауа ылғалдылығы қандай болу керек деген сұраққа жауап берейін. Наурыз айынан бастап қыркүйек айы аралығында гүлге суды көп құясыз. Суды құйғаннан кейін суы гүлдің астына шығып аққанша құясыз. Содан кейін келесі жолы гүлдің үстіңгі қабаты топырағы құрғаған кезде суарасыз. Ал күз-қыс айларында Бенджамин фикус гүлін суаруды азайтасыз. Гүлдің үстіңгі топырағы құрғағаннан кейін 3-4 күннен кейін суарасыз. Бұл уақытта гүліңізге суды көп құйып, гүліңізге зиян келтіріп алуыңыз мүмкін. Қыстыгүні ылғал көп болса, гүліңіздің жапырақтарын түсуімен білдіреді. Ал құрғақшылықтан гүліңіздің жапырақтары сарғайып барып түседі. Міне, осындай себептерден Бенджамин фикус гүлінің жапырақтары түседі. Ал сіздің гүлдеріңіздің жапырақтары жиі түседі ме? Астына комментарийға қалдырыңыз. Себебін бірге анықтайық. Айтпақшы, айтуды ұмытып бара жатыр екенмін. Ешқашан Бенджамин фикус гүлін суық сумен суармаңыз. Бөлме температурасындағы тұндырылған сумен суарыңыз. Бір оқырманым жазыпты, тұндырылған су дегеніміз не деп? Ол жай ғана крандағы суды кез келген ыдысқа құйып қойып, 3-4 күн қойып қоясыз.
Содан кейін ол тұндырылған су болып есептелінеді. Осыны 5 литрлік суға да құйып қойсаңыз болады ыдысқа. Ал егер үйіңізде фильтр болса, фильтрдің суын тұндырмай бірден құя берсеңіз болады. Ал енді ылғалдылық туралы айтайық. Бенджамин фикус гүлінің барлық түрі жоғары ылғалдылықты жақсы көреді. Мынадай су шашқыш оның жан досы болып табылады. Суды қашан шашқыңыз келсе, сол кезде шаша беріңіз. Жиі шашқан сайын гүліңіз жайнай береді. Әсіресе қыстыгүні жылу маусымында көп шашу керек. Осы жерде ескертетін бір жайт, қысты күні суық жерде, ал жазды күні күннің көзі тікелей түсіп тұратын жерде Бенджамин фикус гүліне су шашпаңыз. Жылы жаз айларында Бенджамин фикус гүліңізді айына 2 рет душқа түсіріп еркелетіп қойсаңыз болады. Ол душ қабылдағанды өте қатты жақсы көреді. Бірақ душтың астында жуындырғаннан кейін душта тұрып әбден кеппейінше душтан шығармаңыз. Гүліңізге суық тиіп қалуы мүмкін. Өте күлкілі естіледі, бірақ расымен де гүлдерге суық тиеді. Салқын ауадан, сквозняктардан және осындай салқын сумен суарсаңыз, салқын суда душқа түсірсеңіз, әрине гүлдерге суық тиеді. Бенджамин фикус гүліне қандай тыңайтқыштар құю керек екенін білгіңіз келсе, онда видеоны әрі қарай тыңдаңыз. Жапырақтары бірыңғай жасыл түріне универсальный тыңайтқыш немесе арнайы фикустарға арналған тыңайтқыштарды 2 аптада 1 рет тыңайтқыштың сыртында көрсетілген инструкция бойынша суға араластырып құясыз. Мұндай тыңайтқыштар көп мөлшерде азот болады. Сол үшін ол тек жапырақтары бірыңғай жасыл түріне арналған. Ал жапырақтары ала Бенджамин фикус гүлі көп мөлшерде азоттан жапырағының алалығын жоғалтады. Сол үшін оларда азоты аз для цветущих растений немесе для орхидеи деген тыңайтқыштар жарай береді. Ең бастысы тыңайтқыштың құрамына қарасаңыз болды. Келесі Бенджамин фикус гүліне топырақ таңдаймыз. Топырақ таңдағанда оның құнарлығына және жұмсақтығына қарай, яғни орысша айтқанда питательность и воздушность қарай таңдау керек. Топырақта гүл жақсы демалу керек және де ол тез құрғауы керек. Қатты топырақ жарамайды, одан тамырлары жай өседі және тез өледі. Ең қолайлы топырақ фикустарға арналған арнайы топырақ, және оны жұмсарту үшін оған тағы да 30% перлит қосамыз. Егер дүкенде мұндай топырақ болмаса, кез келген универсальный топырақ пайдалансаңыз болады. Бірақ оған міндетті түрде топырақтың 40%-на перлит және вермикулит салуды ұмытпаңыз. Сол кезде топырағыңыз өте құнарлы және қатып қалмайтын бос топырақ болады. Мен алдағы уақытта өз гүлімнің қаушағын ауыстырған кезде бұл процесті көрсететін боламын. Ал енді фикус гүлінің қаушағын ауыстыру туралы айтайын. Көктем мезгілі фикус гүлдерінің қаушағын ауыстыратын ең қолайлы уақыт болып табылады. Өте жас фикус гүлдерінің қаушақтарын жылына 1 рет ауыстырасыздар. Және оның қаушақ таңдаған кезде қаушағы өзінің қаушағынан 3-4 сантиметрге үлкен болу керек. Ал мынадай орташа үлкендіктегі қаушақтарды 2 жылда 1 рет ауыстырасыз. Ал мынадай өте үлкен қаушаққа отырғызылған гүлдерді топырағын ауыстырмай, тек бетіндегі топырағын жыл сайын ауыстырып отырасыз. Яғни беткі топырақты 10-20 сантиметрге дейін алғанша топырағын алып тастайсыз, содан кейін жаңа топырақ саласыз. Осылай жылда қайталап тұрасыз. Міне енді сіздермен бірге мына гүлдің топырағын бірге ауыстыратын боламыз. Бірінші ең алдымен топырағымызды дайындап алайық. Ең алдымен өзімізге қажет мөлшерде топырағымызды араластыруға ыңғайлы бір ыдысқа салып аламыз. Міне құрамында ешнәрсе жоқ, универсальный топырақ өзі осындай қап-қара болады. Бұлар өте қатты болады. Бұларға су құйса, кепкеннен кейін қатып қалады. Сосын тамырлар ондай қатты топырақта тез өсе алмайды. Сол үшін топырақты жұмсарту үшін перлит қосамыз және топыраққа құнарлық беру үшін вермикулит қосамыз. Осы топырақтың 1/3 бөлігіндей мөлшерде қосамыз. Перлиттің топырақты жұмсартатыннан басқа гүлге орасан зор пайдасы бар. Алдағы уақытта осы перлит пен вермикулиттің пайдасы туралы видео түсіретін боламын. Енді қолымызға міндетті түрде перчатка киіп алып, топырағымызды жақсылап араластырамыз. Сонымен қатар перлит пен вермикулит салып жатқан кезде топырағыңызға міндетті түрде маска тағып алыңыз. Өйткені перлиттен шыққан шаң ол адамның ағзасына өте зиянды.
Міне фикус үшін ең идеалды топырақтың құрамы осындай болады. Өте жұмсақ және құнарлы. Ондай топыраққа еккен гүліңіз міндетті түрде жайқалып өседі. Гүлімізді ыдысынан жайлап аламыз. Бенджамин фикус гүлін отырғызғанда ескі топырағын алып тастамай, сол күйі отырғызған дұрыс. Сол кезде гүліңіздің тамырлары стресс алмайды. Қаушақтың астына салған дренаждың барлығына дейін тамырлар қаптап кеткен екен. Мен соны дренаж тастарды жайлап алып тастағым кеп тұр. Қаушақтың астына шамамен 1-1,5 сантиметрдей болатындай керамзит тастарын саламыз. Қаушақтың астына шамалы топырақ салып, гүлімізді отырғызамыз. Сөйтіп жан-жағына жаңа топырақ саламыз. Және ыдысын жайлап оруды ұмытпайсыз. Сол кезде топырақ арасына ауа қалмайды. Суарғаннан кейін біршама уақыттан кейін топырақ шамалы отырады. Сол кезде тағы да топырақ саласыз. Сонымен қатар гүлді жаңадан отырғызғаннан кейін гүлді абайлап суарамыз. Суды көп құймаймыз. Гүлдің жаңа топырағына енді өсіп келе жатқан тамырларын өлтіріп алуыңыз мүмкін. Және айта кететін бір жайт, гүлді жаңадан отырғызғаннан кейін жарық аз жерге қойған дұрыс. Ендігі кезекте бенджамин фикус гүлін қалай көбейтеміз, сол жағын айтайын. Бенджамин фикус гүлін суға салып қою ақыры тамырлату арқылы көбейтуге болады. Ол үшін бұтағын кесіп аламыз. Кесетін бұтаққа жас немесе өте кәрі бұтақтарды таңдамаймыз. Екеуі де жай тамырлайды. Кей уақытта тамырламай қалуы мүмкін. Мүмкіндігінше бұтақтарды қолмен жұлмай, өткір пышақпен немесе қайшымен кесіп алу керек. Бұл біреуден ұрлап алған атроска жақсы өседі деген ырымға сенетіндерге арналған. Осы ырымға сеніп атроска ұрлап жүргендеріңіз бар ма? Комментарийге жаза кетіңіздерші. Кімнен қандай гүл ұрладыңыз, ол қазіргі уақытта қалай өсіп тұр деген сияқты. Алдағы уақытта бұл ырым қайдан шыққан туралы сіздерге арнап видео түсіретін боламын. Бұтақты кескеннен кейін шығатын аппақ шырынды тез арада жуып тастау керек. Өйткені ол тамыр шығатын сосудтарды бітеп тастайды. Содан тамыр шықпай қалуы мүмкін. Сонымен ары қарай кеттік. Кесіп алатын бұтағыңыз 10 сантиметрден жоғары болу керек. 4-5 жақсы өскен жапырақтары болу керек. Бұтағын суға салып қоясыз, астыңғы жапырақтар суға тиіп тұрмау керек. Ыдысыңыз мұндай прозрачный болмағаны дұрыс, одан су тез бұзылады. Және де суыңыз бөлме температурасындағы тұндырылған су болу керек. Оны жылы және жарық жақсы түсетін жерге қойып қоясыз. Бірақ күн сәулесі тікелей түсіп тұрмау керек. Тез тамырлау үшін бетіне пакет кигізіп қойса болады. Суы азайса, қайтадан құйып тұрасыз. Мұндай жағдайда 3-4 аптада тамырлайды. Гүліңіз тамырлағаннан кейін топыраққа отырғызуға болады. Содан кейін бетін тағы да салафанмен жауып тепличка жасап қойсаңыз, гүліңіз бөлмеге тез үйренеді. Бір аптадан кейін жаңа жапырақтар пайда болғанда салафанды алып тастайсыз. Сіздерді жалықтырып алмасам, гүлдерді қиып отыру туралы айтайын. Бенджамин фикус гүлін әдемі болып өсу үшін оны қиып отыру керек. Өзіңізге ұнайтын кез келген форма жасасаңыз болады. Көктем айында жасаған дұрыс, және бірнеше бұтақтарды бірге отырғызып, бір-бірімен айналдырып өсірсеңіздер де болады. Сонымен қатар көктем мезгілінде бенджамин фикус гүлінің қурап қалған барлық сабақтарын бәрін қиып тастау керек. Мен гүлімнің жоғары қарай тез өсу үшін және астыңғы жағы діңі қалың болу үшін астың жағында өсіп тұрған барлық сабақтарын бәрін қиып алып тастаймын. Енді сіздер бенджамин фикус гүлі туралы әдеттегіден шамалы көп білетін болдыңыздар. Енді мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Мен енді басқа да гүлдердің өсіру тәсілдерімен бөлісетін болам. Менің видеоларым ұнаса, достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісуді сұраймын.